жаңағы 28 жылға дейін деді ғой, бірақ енді 28 жылдан кейін де сол 61 қала берсін. Өйткені содан кейін майрасыз ғой, жоқ, Абиола Раукен Оразалықызы. Раукен. Абиола кірмеген екен ғой, екеуміз бірге. Енді соның ішінде қараңызшы, жаңағы біз 4 баланы айтпаймыз, ол емес. Одан қалды 35 жыл жаңағы өтілім бар, 30-35 жыл өтілім барды обязательно жедел түрде жаңағы неге шығару талап етеміз. Өткен жолы біз кездескен сайын сіздермен мана Майкен Ертаевна сіз білесіз ғой, сізбен енді сіз екеуміз бірге жүрсіз. Да. Осымен сізбен 4-ші рет кездестік. Өткен жолы сіздер айтқан кезде айтып едіңіздер осы жиынды. Енді біздер оны депутаттық запростар жасадық. Үкіметке тиісті деңгейде сауалды жолдап жатырмыз. Өз арамызда талқылау бар. Енді жаңағы жиынды ұйымдастырып ортақ талқылайық та енді. Соны сіздер айттыңыз, қоғамдық ұйым ретінде біздер соны ұйымдастырып бәрін біз депутаттар дайын келіп үкіметпен бірге талқылайық. Соны ендігі күні келесі апта мейлі жақсы 3 күнге келесі дүйсенбіге деп соны келістірсеңіздер. Дүйсенбіге келістіріңіздер. Біз жаңағы әріптестерім бар, тіпті мен өзім де келем. Жаңа сіз айтып отқан қаржы министрі бұрынғы әріптесіміз ол кісі. Өте білікті, сондай азамат. Сөйтіп күнін сіздер белгілеңіздер, біз тағы да сол мәселені бұл жерде талқылап отыратын емес, бұл күн тәртібінде тұрған нәрсе. Оны ашық талқылауға шығарып үкіметпен бірге солай талқылайық. Мен оны Тамара Қасымқызына да біздің мәжілісте, комитеттің жиналысында да, үкімет сағатында да бұны бірнеше қойдым. Бұл біздің тек қана мен қойып жатқан жоқпын, бүгін әріптестерім бүкіл депутаттар қойып жатыр, әйелдердің зейнет жасын. Сондықтан нақты енді бізге өткен жоқ сіздер айтқан қоғамдық ұйымдарымызда нақты іс керек. Талқылауға шығарайық, апай. Сондықтан сіздер енді жаңағы бүгін сағат 5-ке жоспарланған, енді сіздер айтып жатсыздар. Мен соған байланысты сапарды өзгертіп едім, мен келесі аптаға қалды деп. Мейлі келесі апта мейлі дүйсенбі бола ма, сейсенбі бола ма, сол уақытқа сіздер нақты енді келсіңіздер. Сіздер енді бұл жерде инициатор негізгі ұйымдастырушы сіздер ғой, жаңағы қоғамдық ұйым ретінде жаңағы бір екеуіңіз ғана емес бірнеше бізде бүкіл Қазақстан, иә. Және ана бүкіл чатта қанша бір 200-300 мың бар деп. Бізде 45 чат. Біз мыңбыз, миллиондап жиналды бүкіл аймақтардан. Сондықтан сізден сұрағанымыз енді нақты жемісті жұмысқа көшуіміз керек. Сіздер енді ұйымдастырып, соны алып осы бір жиынды площадканы немесе сіз айттыңыз өткен жол чаттен платформа Zoom-да жиын өткізгеніміз дұрыс болады дедіңіз. Zoom болса Zoom-ға шығайық. Осындай алаң десеңіз алаңға келейік. Қай жерге десеңіз де біз кездесіп жатырмыз ғой. Бірақ жиынды енді жеделдетіп енді уақыт өткізбей жасаңыздар. Ол қолайсыз болады.